Мен Мамед Бакиев Абдулазиз Авамовичмін. 1941 жылы туылғам. Қытай Ел Республикасы Құлжа шаарында туылғам. 62 жылы Советский Союзға шыққам. Берге шыққаннан кейін институтта оқып, педагогикалық институтны Чимкентте бүтіргенден кейін мен мұғалім болып іштегем. Мұғалімдік общий стажым 29 жыл. Ақырғы іштеген жерім особый колония, 343 Калмыцкий районда іштегем, Новый Покровка қыштағында. Үшінтіп, үйердегі мектеп жабылғаннан кейін мен пенсияға шығып кеткем. Менің осы 29 оқу жыл жариянда алған грамоталарым өте көп. Мысалы, Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесінің почетный грамотасын алғам. Искатан районның райондық кеңесінің грамотасын алғам. Қырғыз Республикасының білім беру отличнигімін. Андан башқа көп деген грамоталарым бар. Өшінтіп мен бұл жөнінде президенттік аппараттың наградына отделге келдім. Мен осында еңбек сіңірдім. 12 томдық кітеп жаздым. Чингиз Айтмат туралы 5 кітеп жаздым. Енді ошол еңбектерім бір бағаланса десем, андан кейін бұлар айтады, сіз Кантский районға барасыз, өш жақта оқым бөлуге жолығасыз, сізіне ошылар сұныш қылады дейді. Өшінтіп, мен ошыл айтқан сөзімен бардым. Барсам олар, сіз бізден чийлеген адамсыз, өлген адам қатарындасыз. Сізге профсоюзында жардам жоқ, бұяқтан да біз сіздің наградқа көрсете албаймыз деп жазып берді. Мана жазғаны тұрады. Өшінтіп, мен бұл өте қатты тигендіктен мен президенттік аппаратының наградына отделге келіп айттым. Айтсам, бұлар менің сөзімнің бәріне тура дейді. Біз бұлармен сөйлесеміз дейді. Сіз тірі адамсыз дейді. Сіз өлген жоқсыз дейді. Сіз еңбек істеп атасыз дейді. Сіз колония мектептің бүткеннен кейін сіз колония неде іштеген жоқсыз дейді. Дордайда іштеген жоқсыз. Базарда іштеген жоқсыз. Сіз шығармашылықтан әрекеттеніп атқан адамсыз. Сіздің мындай айтқан олардың жауабы тура емес деп айтты.